Қазір біз Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіндеміз. Талай мықтылар түлеп ұшқан қара шаңыраққа биыл 90 жыл. Осы жыл аралығында аз жұмыс атқарылған жоқ. Солардың бірнешеуімен бүгін сіздерді таныстыратын боламыз. Танысу жаңадан бой көтерген Фараби Хаб инновациялық өнімдер мен жоғары технологиялық жобалар орталығынан басталды. Кірген бойда нағыз инновация әлеміне кіргенімізді сезіндік. Бұл қазіргі таңда келген қонақтарды күтіп алып, және оларға белгілі бір ақпараттарды беруге арналған робот. Мысалы, онымен диалог жасауға болады ма? Әрине болады, бірақ қазіргі таңда біз бұл роботты қазақ тіліне қарай бейімдеп жатырмыз. Сондықтан дәл қазіргі уақытта сіз сөйлей алмайсыз. Тек орысша сөйлей ала ма? Қазір орысша ғана сөйлей алады. Ішіндегі системалардың бәрін өзі автоматты түрде тексереді. Мұнда креативті индустрия, жасанды интеллект және түрлі стартаптар жасалып жатыр. Қазіргі таңда университет ғалымдары құны 32 миллиард теңгені құрайтын 400-ге жуық жобаны жүзеге асыруда. Бізде көбіне жаңа заманауи жабдықтармен жабдықталған сараптаманың 9 түрінен қосымшада жаңағы сараптаманың түрлеріне мамандарды тарту арқылы басқа түрлерінде жүргізе аламыз. Және де біздің мамандардың өзінің жаңағы үнемі біліктіліктерін жетілдіріп отырады. Соның мысалы ретінде айтатын болсам, біздегі 4 сарапшымыз Ұлыбритания елінде Кингский колледжде өздерінің болашақ бағдарламасы бойынша білімін жетілдірген болатын. Сонымен қатар Евразияда, Стамбул университетіндегі сот медицина сараптамасында өздерінің білімдерін ұштаған болатын, жетілдіріп. Сол сарапшылармен бірге біздер қазіргі құқық қорғау органдары бар, басқа да жаңағы сот медициналық орталықтардың мамандарына қосымша біз мамандарды тарту арқылы сырттан болсын біз біліктіліктерін жетілдіріп отырмыз. Журналистер ат басын бұрған келесі ғимарат нөмірі 9-шы жатақхана болды. Мұнда жаңартылған студенттердің бөлмелерін, жүргізілген су құбырларын, жөндеуден өткен қабырғалар мен ауыстырылған есік терезелерді өз көзімізбен көрдік. Одан әрі университеттің 10 инновациялық зертханадан тұратын ғылыми орталығымен таныстық. Ғалымдар мұнда су сапасын талдау, топырақ құрамын зерттеу, климат өзгерісін бақылау, экологиялық қауіптің алдын алу, отандық туризмді дамыту бағыттарында жұмыстар жүргізеді. Жер сілкінісін болжау, және де жаңағы эпицентрін уақытында анықтау деген сияқты тағы да басқа өзекті қазіргі кездегі халық арасында болып жатқан өзекті сұрақтар бойынша жұмыстар жүргізілетін болады. Қазір біз Әл-Фараби университетінің суперкомпьютер орталығындамыз. Бұл компьютер Қазақстан мен Қытай арасындағы ынтымақтастық мақсатында жасалған жобалардың бірі. Бұл құрылғы үлкен ақпараттарды, яғни данныйларды өңдеп, сол арқылы ақпараттарды таратып, мағлұматтар беруге арналған. Бұл суперкомпьютердің мағынасы үлкен күрделі данныйларды өңдеу, ғылыми жобаларды өңдеу. Бізде қазір мемлекетаралық Қазылым деген проект жүріп жатыр. Сол үшін біз бүкіл данныйларды қазақ тілінде қазақ GPT салайын деп жатырмыз. Сол үшін нейрондық сеттерді үйрету үшін суперкомпьютерге жүктеп, оны өңдейміз. Орталық Азияда мұндай мощный суперкомпьютер жоқ. Танысу жұмыстары одан әрі химия және химиялық технология факультетінде жаңадан ашылған Фараби Чем Сайнс кластерімен жалғасты. Бұл кластер химия мен материал тану саласындағы озық зерттеулерді дамытуға бағытталған. Журналистер кластер құрамына кіретін 9 зертханамен танысты. Мұнда ғалымдар химия өнеркәсібіндегі өзекті мәселелерді шешуге бағытталған түрлі жобалармен айналысуда. Это специальные технические кристаллы, которые используются в оптике, в лазерных установках и так далее, там, где требуется преломление лучей специфического вида. Этот кристалл был выращен именно здесь, в лабораториях. Это один из. У нас таких кристаллов выращивается достаточное количество, которое требуется. Они востребованы достаточно хорошо. Стоимость таких кристаллов высокая. 1 кубический миллиметр стоит сколько-то там долларов. Например, вот этот кристалл оценивается в $7000. Бұқаралық ақпарат құралдарына арналған іс-шара соңында Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті басшылығының қатысуымен арнайы баспасөз конференциясы ұйымдастырылды. Журналистер көкейдегі сұрақтарын қойып, еркін пікір алмасты. Сапарғали Қанат, Мерей Кенжеғали, арнайы QR News үшін.